Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа ұнтақ жармасы, яғни манная каша дайындаймын. Ыдысымызға 1,5 стакан сүтті құйып аламыз. Сүттің қайнауын күтеміз. Қайнап жатқан кезде ұнтақ жармасын аз-аз бөліктен жаймен салып, үзбей араластырып тұрамыз. Араластырмаса түйіршіктеліп қалады. Сондықтан өте баяу отта үзбей араластырып 3-4 минутта пісіріп аламыз. Міне ұнтақ жармамыз дайын болды. Дәміне қарай қант және сары майды салып ұсынамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Ас болсын.